Баршаңызға сәлем қымбатты достар, сіздермен бірге мен Назгүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте тойымды, күріш қосылған, қысқа сақтауға арналған өте дәмді икра жауып үйренетін боламыз. Жасалуы өте оңай, қарапайым. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Алдымен барлық көкөністерімізді осылай жуып, тазалап, ет тартқыштан өткізуге дайындап турап аламыз. Барлық мөлшерлемелерді мен видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Енді барлық көкөністерімізді кезек-кезек ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мен қызанақ пен сарымсақтан бастадым. Сонан соң болгар бұрышын, пияз, сәбіздерімді кезек-кезек ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді икрамызды дайындайтын үлкен ыдысымызға осылай барлық көкөністерді кезек-кезек салып, құйып шығамыз. Енді сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап, біркелкі болғанша араластырамыз. Оттың астын қаттыға жағып, қазанымызды қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін қақпағын жауып, оттың астын баяуға қойып, 1 сағат пісіріп аламыз. Осы уақытта күрішімізді дайындап аламыз. Бірнеше мәрте суы тазарғанша жақсылап жуып аламыз. Мінекей біздің барлық көкөністеріміз жұмсарып, 1 сағат бойы қайнап пісіп тұр. Енді күрішімізді салып, қақпағын жауып, тағы бір қайнатып аламыз. Қайнап жатқан сәтте осылай қантымыз бен тұзымызды дәміне қарай салып шығамыз. Менің қанша салғанымды видеоның астына жазып кететін боламын. Барлығын жақсылап араластырып, қақпағын жауып, тағы да жарты сағат қайнатып аламыз, күрішіміз піскенше. Барлығы пісіп дайын болғаннан кейін 1 шай қасық уксусымызды салып, бір араластырып аламыз. Міне біздің икрамыз дайын болды осымен. Енді банкаларымыз бен қақпақтарымызды стерилдеп дайындап аламыз. Мен осылай банкаларымды шайнекте қайнатып алдым және бөлек бір кастрюльде қақпақтарымды 10 минут қайнатып алдым. Енді барлығын банкамызға құйып шығамыз. Банкаларымыздың қақпағын нықтап жауып, төңкеріп, жылы жамылғымен жауып, суытып аламыз жылы жерде. Сонан соң өзіміздің сақтайтын сарайымызға, шкафымыздың ішіне сақтап, қыс бойы жей берсеңіздер болады. Мінекей біздің икрамыз осымен дайын болды. Өзі сондай қою, тойымды болып шығады. Өзін нанға жағып жей беруге де болады. Дәмі өте керемет. Менімен бірге пісіріп, қайнатып көріңіздер. Пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.